Сәлем достар, бүгін сіздерге ашытылмалы әмбебап қамырдың құрамын қалай жасалуын көрсетемін. Бұл қамырмен сіздер бауырсақ, шелпек, нан және де пигоди жасай аласыздар. Өте дәмді және өте жұмсақ шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен бізге керегі барлық заттарымыз жылы болу керек. Жылы су, жылы сүт. Менде төмендегі көрсетілген рецепттен 2 есе етіп жасалынған, ал төменде осы құрам заттардың тең жартысы. Ертілген сары май, жұмыртқа, сұйық май, яғни пісте май, қант, дрож, тұз барлығын салып араластырамыз. Қажетінше ұн салып қамыр илейміз. Ұнымызды көп салып қатты болып кетпесін, қолға жабыспайтындай, бірақ жұмсақ қамыр илейміз. Міндетті түрде жақсылап июі қанып, иленуі қажет. Міне осындай жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтындай етіп, бетін жауып, жылы жерге орап қоямыз қамырымызды. Қамырымыз 1-1,5 сағаттың ішінде ашыды. Алып өзіңізге қажетті затқа жасаймыз. Менде бүгін шелпек, бауырсақ и сосиска в тесте жасадым. Алдымен қамырларымызды алып, осылай бөлшектерге бөліп, домалақтап біраз уақытқа қалдырамыз. Сосын өзіңізге қажетінше қолданамыз. Міндетті түрде осы қамырмен жұмыс жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бір қамыр жасасаңыздар, бірнеше зат жасауға өте ыңғайлы. Дәмі де жақсы шығады. Міндетті түрде жазып, төменге пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді күтемін.